кейін қарға болды. Енді орындан дұрыс тауып берсеңіз, сол жеткілікті. Ладно. Бірдей ашып көрейікші бәріміз. Ал керек болсын. Енді былай деші, жай ғана бұл жерде карта емес. Балауса ханым, сізге де бір көрсетіп жіберсем ба деп қоямын енді. Нәрді 2 су құям. Келіңіз, сізге бола ма бір минутқа? Сізге суды берем, сап тұрыңыз. Қайсысына көбірек? Ау? Бұл сап көріңіз, қайсысына көбірек болып тұр дегеніміз? Ауыррақ болып тұр ма? Қайсысы? Мен аз болып қалғанса жарайды. Сап тұра беріңіз. Былай, менің қайталағаным тура қайталайсыз. Негізі былай сап тұрасыз. Иә. Аха, бұл тура мен сияқтысаңыз. Былай айналған кезде ішінде су жоқ болып кету керек. Айналып көрейікші екен. Аха, бір. Енді бұл репетиция дейді ғой. Енді мен тағы бір рет айналам. Су жоқ болуы мүмкін. Енді сіз айналып көріңізші. Тағы бір рет айналыңызшы. Басында айналдыратын болдыңыз ғой. Су жоқ ішінде. Мысалы, енді сіз сап тұра беріңіз. Маған сенсеңіз болды. Көреміз ба? 1, 2, 3. Мәссаға. Қалай? Ал керек болса. Неге бұл фокусты көрсетті деген адамдар көптеген сұрақтар болады, картамен дейді. Менің 1,5 жыл бұрын қызым болған. Сол қызым өмірден өтті. Сол қызға мен картамен фокус көрсеткен сайын, мен ол адамға эмоция сыйлайтын, мен сол карта арқылы сол қызбен танысқан болатынмын. Оның көңіл-күйі жоқ болса, мен картаға келіп көңіл-күйін көтеріп жіберем. Дальше қандай фокус үйренсем деген болатын. Бірақ өмір ғой, өмір болғаннан кейін бәрі қобалжып кеттім дос. Сондай болады. Мен сол картаны сол қызға арнап, осы жерде еске алып, картаны көрген сайын сол қызды есін сағынған кезде де сол қызды есін алып тұрып. Мен сол нәрсені осы жерде көрсеткім келеді. Бірақ сол кезінде үйренген нәрселер, мен бүкіл адамдар настроение жоқ болса, жай ғана бұл мақсат ойнау емес, эмоция сыйлағым келеді барлығына. Бұл картаны Нөмірдегі Ғалымжан Көктебай. Ғалымжан, билеп келсеңші.